осыдан 5-6 жыл бұрын Қытайда жемқорларды көшеге шығаруға атып жатқанда таң қалғам. Соны мәйітін де бермейді екен туыстарына. Ана барып, бір оқпен атып өлтірді ғой, сол оқтың құнын төлеу керек екен мемлекетке. Содан кейін бірақ береді. Қарамайды, ол министр ма, бай ма, олигарх па, баласы бар ма, жанұясы бар ма, қарамайды. Шығарады да халықтың көзінше атады. Не деген қатыгездік деп ойлайтын мен. Сонда сондай заң бізде болу деген мен екі қолымды көтеріп қарсы шығаратын едім. Бірақ Қытай мәжбүр болған екен ғой солай істеуге. Солай жемқорлар тоқтатты, солай көтерілді. Қазір көріп тұрсыздар Қытайдың қандай экономикасы көтеріліп тұрғанын. Кез келген өркендеп тұрған, гүлдеп тұрған мемлекетті жемқорлық жоқ қылады ғой. Бізге де солай істеу керек. Басқа жол жоқ. Жемқорлар барлық салаға кіріп алды. Әбден күшейіп алды, әбден байып алды. Бүкіл қазынаны халық тонап жатыр, қазынаны тонап жатыр. Халықты даямайды, мемлекетті даямайды. Керек жоқ оларға ешқандай мемлекеттің. Олар өз қалтасын ойласа болды. Сондықтан сондай ату жазасын бізде де шығару керек. Шығару керек. Бір ай уақыт беру керек. Хабарлансын, бәріне хабарлау керек. 1 қаңтардан бастап күшіне енеді ол заң деп. Тоқтаса тоқтады ақылға келіп, тоқтамаса ату керек. Ондай құныққан, ату жазасынан да қорықпайтын, тек қана өзінің өнешін ғана, қалтасын ғана ойлайтын жемқорлар, ол халықты даямайды екен, мемлекетті даямайды екен. Біз неге аяймыз оларды? Ондай азған адамдар мемлекет тұр ғой, ертең әкесі мен шешесін де сатып жібереді. Біз сонда ғана тоқтаймыз. Болмаса біз құраймыз. Мемлекет не күші болмайды, не қаражаты болмайды. Ешқандай байлығы болмайды. Барлығын көршілер тонайды. Қазір де тонап жатыр, сол сияқты болды. Ақыры біз жан-жақтан бөліп алады, біздің жерімізді болды. Өзін-өз аман алып қала алмайтын мемлекет кімге керек? Кім қорқады олардан? Сондықтан біз осындай шараға баруымыз керек. Онсыз жол жоқ. Солай ғана біз тоқтата аламыз жемқорлықты. Тіркеліп отырыңыздар. Жаңа аккаунтты мен экранда көрсетілген.